Оқушылар, сіздерге бұл сабақта ұбт-да комплекс сандарға байланысты келетін есептердің оңай шығарылу жолдары көрсетілетін болады. Бұл әрине ұбт үшін. Егер де бұл комплекс сандар тақырыбын толықтай меңгергілеріңіз келетін болса, біздің YouTube арнамызда толықтай түсірілген видео сабақтар бар. Содан қарап алуларыңызға болады. Ал енді есепке келейік. Бізде бұл жерде мынандай есеп келген екен. Z тең болады -1 қосылған 5i түрінде комплекс санның нақты және жорамал бөліктерін анықта деген. Біз мектептен білеміз, комплекс санның алгебралық түрдегі жазылуы Z тең болады A қосылған bi түрінде. Бұл жердегі A деп отырғанымыз комплекс санның нақты бөлігі, B деп отырғанымыз комплекс санның жорамал бөлігі. Бұны математикада ре Z тең болады A-ға, нақты бөлігі image Z тең болады B-ға, бұл жорамал бөлік деп атайды. Енді бұл жерде біздің есепте -1 деп отырғанымыз нақты бөлік болады, яғни ре Z тең болады -1-ге, ал image Z деп отырғанымыз ол 5-ке тең болады. Яғни осылай оңай анықтап алсақ болады екен. Келесі есеп бізде Z тең болады 35 i деген комплекс санның нақты және жорамал бөлігін табуымыз керек. Бұл жерде 35 i-ді біз 0 қосылған 35 i деп жазсақ болады. Ендеше бұл жерден бізде ре деп отырғанымыз 0-ге тең, image деп отырғанымыз ол 35-ке тең болады екен. Келесі бізде Z тең болады 6 деген комплекс сан. 6 деген комплекс санның бізде нақты бөлігі 6 болып тұр, ал жорамал бөлігі бізде 0 болып тұр. Яғни 0 көбейту i болып тұр бұл жерде. Ендеше бұл жерде нақты бөлігі 6-ға тең, ал жорамал бөлігі ол 0-ге тең болады. Бұл мінеки жаңағы ұбт-дағы нақты және жорамал бөліктерін табуға арналған есептер. Ал енді ұбт-да мынадай есеп келеді екен. i-дің 13 дәрежесі, мысалға, i-дің 2021 дәрежесі деген сияқты. Бұл жерде біз i-дің дәрежелерін табуымыз үшін i-дің бастапқы дәрежелерін жатқа білуіміз керек. i-дің 1 дәрежесі ол i-ге тең, i-дің квадраты ол -1-ге тең, i-дің 3 дәрежесі -i-ға тең, i-дің 4 дәрежесі ол 1-ге тең. Осы 4 дәрежесі сайын i-де қайталанып отырады, яғни периоды i-дің 4-ке тең. Ендеше i-дің үлкен дәрежелерін анықтауымыз үшін біз 4-ке бөлсек жеткілікті екен. Ендеше i-дің 13 дәрежесін анықтауымыз үшін біз 13-ті 4-ке бөлеміз. Сол кезде егерде 1 қалдық қалатын болса, ол i-ге тең, 2 қалдық қалатын болса, ол -1-ге тең, 3 қалдық қалатын болса, -i-ға тең, 4 қалдық қалатын болса, ол 1-ге тең. Немесе қалдық қалмайтын болса, осы 1 деп алсақ болады. Ендеше бұл жерден 13-ті 4-ке бөлетін болсақ, 3 4 12, яғни 12 қосылған 1. Қалдық бізде 1 болып тұр, сол себепті жауабы i-ға тең. Яғни i-дің 13 дәрежесі тең i-ға. Енді i-дің 2021 дәрежесі 2021-ді 4-ке бөлетін болсақ, ол кезде тағда бізде 1 қалдық қалады. Ендеше i-дің 2021 дәрежесі ол i-ға тең. Енді келесі есеп бізде бұл жерде i-дің дәрежелерінің қосындысы екен. Қосындысын есептеуіміз үшін жеке-жеке дәрежелерін анықтап алып қоссақ жеткілікті. Бірінші кезекте бізде i-дің 21 дәрежесі екен. i-дің 21 дәрежесі 1 қалдық қалады, 4-ке бөлетін болсақ, ол ендеше i-дің өзіне тең. Қосылған i-дің 3 дәрежесі. i-дің 3 дәрежесі ол бізде -i-ға тең. Азайтылған i-дің 333 дәрежесі дейді. 333-ті 4-ке бөлетін болсақ,
бір қалдық қалады. Ол дегеніміз идің өзіне тең. Қосылған идің 6 дәрежесі. Идің 6 дәрежесін 4-ке бөлетін болсақ, бізде 2 қалдық қалады, яғни ол -1-ге тең деген сөз. Ендеше -1 тең болады. Бұл жерден и мен -и екеуі жойылып кетеді. Сонда бізде -1 азайтылған и деген жауап шығады екен. Мінекей, идің дәрежелеріне байланысты есептерді осылай шығарсақ болады. Енді бізде келесі есеп алгебралық түрде берілген комплекс сандарды қосу, азайту, көбейту және бөлу амалдары. Бізде бірінші комплекс сандарды қосу амалы берілген екен. Яғни бұл жерде z2 деп отырғанымыз 1 қосылған 8i, ал z1 деп отырғанымыз 3 минус 2iге тең. Яғни осы екі комплекс санды қосуымыз керек. Комплекс сандарды қосқанда орындарын ауыстырсақ, мәні өзгермейді. z1 қосылған z2 деп алсақ та болады. Тең болады. z1 деп отырғанымыз 3 минус 2iге тең, қосылған. Енді екінші комплекс санымыз 1 қосылған 8iге тең. Енді бұл жерден біз нақты бөлігімен нақты бөлігін қосамыз, және де жорамал бөлігімен жорамал бөлігін қосамыз. Бұл жерде 3-ке 1-ді қосатын болсақ, ол 4-ке тең. 8-ден 2-ні азайтатын болсақ, ол 6-ға тең. Яғни 4 қосылған 6i екен жауабы. Енді екінші кезекте бізде тағы да қосу амалы, бірақ бізде комплекс санымыз жеткіліксіз түрде берілген. z1 қосылған z2-ні тап деген. z1-міз бізде 9i-ға тең, қосылған z2 деп отырғанымыз ол -1 қосылған 3i екен. Енді біз бұл жерде нақты бөлігі бірінші комплекс санда 0 екендігін байқасақ болады. Ендеше біз бұл екі комплекс санды қосқанда 0-ге -1-ді қосамыз. Ол бізде -1-ді береді. 9i-ға 3i-ді қосатын болсақ, ол 12i-ді береді. Ендеше -1 қосылған 12i екен жауабы. Келесі бізде комплекс сандарды азайтуға байланысты келген есеп. z2 азайтылған z1 тең болады. z2-нің өзін жазып алайық. -6 -7i азайтылған. Енді бұл жерде азайту болғандықтан жақша қоямыз. Бірінші комплекс санымыз 4 минус i-ге тең болады. -6 -7i -4 плюс i-ге тең. Тең болады. -6-ға -4-ті қосатын болсақ, ол әрине -10. -7i-ға i-ді қосатын болсақ, ол бізде -6i-ді береді. Ендеше екі комплекс санның айырмасы -10, -6i екен. Енді келесі кезекте бізде комплекс сандарды көбейту амалы. Бұл жерде бізде z1 көбейтілген z2-ні табу керек. Ол үшін жаңағы екі комплекс санның өзін жазып аламыз. Жаңағындай 2 -2i көбейтілген жақшаның ішінде 5 қосылған 3i. Бұл бізде жақшаны ашу ережесі бойынша шығарсақ жеткілікті. Яғни бұл жерде 2-ні бірінші кезекте 5-ке көбейтеміз. Онан кейін 3i-ға көбейтеміз. Енді осын көбейт болғаннан кейін біз екінші мүшесін жақшаның әрбір мүшесіне көбейтіп шығамыз. Ендеше 2-ні 5-ке көбейсек, ол 10-ға тең. 2-ні 3i-ға көбейтетін болсақ, қосу 6i-ға тең. Бұл жерде -2-ді 5-ға көбейтсек, -10i-ға тең. -2i-ді плюс 3i-ға көбейтетін болсақ, бізде -6i-дің квадраты болады. Тең болады. Бұл жерден 10. 6i-дан 10i-ді азайтатын болсақ, -4i шығады. Біз білеміз, i-дің квадраты -1-ге тең екендігін. Ендеше бұл жерде плюс 6 болады. 10-ға 6-ны қосатын болсақ, 16.
минус 4i деген осындай жауап шығады. Ендеше біз осы арқылы көбейту амалын үйрендік. Енді келесі кезекте бізде комплекс сандарды бөлу амалы кездеседі екен. Z1 деген комплекс санды Z2-ге бөлуіміз керек. Ол үшін бөлшек сызығын сызамыз. Алымына бірінші комплекс санды жазамыз, минус 3 қосылған i. Бөліміне екінші комплекс санды жазамыз, 6 қосылған 3 i-ға тең. Енді біз комплекс сандарға бөлу амалын қолданғанда, біз әрқашанда бөлімінің түйіндесіне көбейтеді екенбіз. Яғни 6 қосылған 3 i-дің түйіндесі бізде ол 6 минус 3 i-ге тең. Комплекс санның түйіндесі біз жорамал бөлігінің алдына минус таңбасын қойсақ жеткілікті. Алымында тура сол түйіндеске көбейтеміз, яғни 6 минус 3 i-ге. Сонда тең болады бізде. Алымына да, бөліміне де көбейту амалын орындаймыз. Яғни жақшаға жақшаны көбейтеміз. Сол кезде бізде минус 3-ке 6-ны көбейсек, минус 18. Минус 3-ке минус 3 i-ді көбейсек, плюс 9 i болады. 6 i қосылған. Және де i-ді минус 3 i-ға көбейтетін болсақ, бізде плюс 3 шығады. Ал енді бөлімінде бізде қарайтын болсақ, қысқаша көбейту формуласына келіп тұр екен. Ендеше 6-ның квадраты бізде 36, азайту 3 i-дің квадраты болу керек. i-дің квадраты минус 1-ге тең екендігі белгілі. Ендеше қосу болады, 3-дің квадраты 9-ға тең. Тең болады. Тең болады. Ендеше алымында нақты бөліктерін қосатын болсақ, минус 15, ал жорамал бөлігі бізде 15 i болады екен. Ал бөлімі бізде 36-ға 9-ды қосатын болсақ, 45-ке тең. Тең болады. Бұл жерден 15-ті жақшаның сыртына шығаратын болсақ, минус 1 плюс i бөлінген 45-ке. 45 пен 15 қысқарады. Сонда алымында минус 1 қосылған i бөлімде 3 деген сан қалады. Яғни бұл бізде екі комплекс санның бөліндісі екен. Мінекей біз осымен ОБТ-да комплекс сандарға жаңағы қосу амалы кездесе, азайту, көбейту, бөлу амалдары кездесе шығара алатын болдық. Келесі кезекте бізде квадрат теңдеу түрінде берілгендегі комплекс сандардың түбірін табу есебі. Бұл кезде біз баяғыша дискриминант арқылы табамыз, тек қана дискриминанттағы теріс санды түбірден шығарсақ жеткілікті. Ендеше бізде бірінші есеп берілген x-тің квадраты қосылған 3x қосу 4 тең 0 деген квадрат теңдеу. Осы теңдеудің комплекс түбірін табу үшін әуелі дискриминантын тауып алайық. 3-тің квадраты 9, азайтылған 4 көбейту 4. 9-дан 16-ны азайтатын болсақ, ол бізде минус 7-ге тең. Ал бұл жерден x1 мен x2 деген түбірлерін табатын болсақ, минус 3 плюс минус түбір астында минус 7 бөлінген 2-ге тең болады. Біз білеміз, i-дің квадраты минус 1-ге тең екендігін. Ендеше түбір астындағы минус деген, яғни кез келген санның алдында егер минус тұратын болса, ол минусты жазбай, түбірдің сыртына i деп жаза салсақ жеткілікті. Минус 3 плюс минус түбір астында 7 және де көбейтілген i-ге бөлінген 2. Мінекей біз осылай түбірін тауып алсақ жеткілікті. Келесі кезекте бізде x-тің квадраты қосу 7 тең 0 деген толымсыз квадрат теңдеудің түбірін табу керек екен. Ендеше бұл жерден бізде x квадрат тең болады, минус 7 екендігі белгілі. X-ті табатын болсақ, x тең болады, плюс минус түбір астында минус 7-ге тең. Ендеше жаңа бірінші есепте мынау минусты, түбір астындағы минусты біз i-мен алмастырдық.
Ендеше x тең болады плюс минус түбір астында 7 көбейтілген i-ге. Ол дегеніміз нақты анықтамасы ол былай. Түбір астында 7 көбейтілген минус 1 деген мағынада. Ал ол дегеніміз 7 көбейтілген i-дің квадраты. Ал i-дің квадратынан әрине ол i шығады, сонда түбір астында 7 ғана қалады. Яғни осылай түбірін анықтасақ болады. Келесі квадрат теңдеу бізде x арқылы емес, z арқылы берілген екен. Бұл жерде мән бермейсіздер. X арқылы берілсе де, y арқылы берілсе де, t арқылы берілсе де, сіздер баяғыша дискриминантпен тауып берсеңіздер болады. Бұл жерде дискриминантты қолданатын болсақ, a деп отырғанымыз 1-ге тең, b деп отырғанымыз ол 4 i-ге тең, ал s деп отырғанымыз минус 13-ке тең. Ендеше b-ның квадраты бізде 4 i-дің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 1 көбейтілген минус 13-ке тең. Ол тең болады бізде 4 4 16, i-дің квадраты минус 1-ді береді. Ендеше минус 16 минус, бұл жерде 2 минус плюсті береді. 4-ке 13-ті көбейтетін болсақ 52. Енді 52-ден 16-ны азайтсақ, ол 36-ға тең болады. Түбірлерін табатын болсақ, z1 және z2 деген 2 түбір болады. Алымында минус b екендігі белгілі. Минус 4i болады. Плюс минус түбір астында 36 бізде 6-ны береді. Және де 2 көбейтілген a бізде 2-ні береді. Яғни 2 көбейту 1 болып тұр бұл жерде. Енді бұл жерден біз алымда 2-ні жақшаның сыртына шығарып жіберсек, бөлімдегі 2-мен қысқарып кетеді. Сол кезде бізде минус 2i плюс минус 3 деген жауап шығады екен. Мінеке осылай 2 түбірінде анықтап алдық. Осымен бұл сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарда ұбт-да жиі кездесетін есептерді талдаймыз, және де дифференциалдық теңдеулер есептерін талдайтын боламыз. Ендеше біздің осы қазақ тілді каналымызды қолдап, достарыңызбен бөлісіп, арнамызға тіркеліп, лайк басып кетулеріңізді сұраймыз. Баршаңызға сәттілік.